Ғани Мұратбаевтың қысқа ғұмыры ізгілік пен қайырымдылықтың мектебі еді. Ол бір хатында ғылымсыз, оқусыз еш нәрсе болмайды екен. Биыл 500 баланы оқуға орналастырсам деп жүрмін деп жазған. Оның кабинетінде 40 шақты орыс, қазақ, қырғыз, өзбек балалары сыймай тұратын. Ғани солардың бәріне жылы төсек, ыстық тамақ тауып беріп, қолынан жетелеп мектепке апарды. Атақты Асқар Тоқмағамбетов, қырғыздың халық ақыны Алы Тоқамбаев, қайраткер Нұртас Оңдасынов, бәрі де Ғанидың тұтқынына түсіп, соның қамқорлығымен азамат болғандар. Тіпті Ғани өз айлығын 250 студентке бөліп беріп, өзі аш жүретін кездері болған. Шақпақ Артықбаевтың естелігінде аштықта жеген құйқаның дәмі кетпейді. Ғанидың бұл мәрттігін ұмыту мүмкін емес делінеді. Ғани тек бала жинап қойған жоқ, ол қазақтың рухани қазынасын сақтаушы болды. Әбубәкір Дибаевтың экспедициясына көмектесіп, интернаттағы балалардан ертегі, аңыз, жұмбақтар жазып алуға жағдай жасады. Музыкатанушы Затаевичке қазіргі бүкіл әлем білетін Дударай әнін алғаш рет ыңылдап айтып бергенде осы Ғани. Егер Ғани сол қиын кезеңде өнерлі адамдар мен жетім балаларды аштықтан аман алып қалмағанда, бүгінгі қазақ мәдениетінің бір парасы осылай бүтін болмас еді. Оның әрбір ісі ұлттың болашағын сақтап қалуға бағытталған стратегиялық қадам болатын.